Сәлем достар, бүгін біз сүт тығыз тортын жасайтын боламыз. Бұл тортты мен бірнеше рет пісіріп тұрмын, сондықтан да сіздерге плюсын және минусын айта кететін боламын. Бізге керекті заттар ол 2 жұмыртқа, кейін қоюландырылған сүт 380 грамм, және де 80 грамм жұмсақ сары майды қосамыз. Сары майдың проценті 82-де 5. Одан кейін 190 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқышты салып, араластырып, 2-3 реттен салып, миксерлеп араластырып аламыз. Одан кейін 22 диаметрлі қалыпшаға пісіріп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша бірдей бөлікке таразының көмегімен бөліп алсаңыздар болады. Менде 6 корж шықты 120 граммнан. Қамырдың плюсы минусы айта кететін болсақ, плюсы өте жақсы жайылады, ал минусы қатты пісіріп жібермеу керек. Өйткені қатты болып қалуы мүмкін. Беті сәл қызарғанда духовкадан алсаңыздар болады. Және де 190 градуста 5-7 минутқа пісіріп аламыз. Піскен қамырымыздың жанын бірдей етіп кесіп аламыз. Менің кремім сливкисіз крем, яғни қаймақ 400 грамм, 20% аласыздар. Кейін варенканы қосып, миксерлеп араластырамыз. Араластырып болған соң, дәл осындай болып шығу керек. Тортымызды жинастырамыз. Осындай қалыпшаны қолдансаңыздар болады. Жанына пищевой пленканы қойып, тортымызды жинастыруды бастаймыз. Қайырлы таң жаным, қалайсың? Неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба мені? Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай. Бір сезім тербейді, түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрем күннен көзге шағылған. Іздеп табам бұлттың арғы жағынан. Алыстама менен, о мен. Барлық корждарды болған соң, жанындағы қалыпша мен пищевой пленканы алып тастаймыз. Кейін қалған кремдермен бетін толықтырып әсемдейміз. Корждан қалған тестаны блендердан ұсақтап аламыз. Одан кейін кокосовый стружки қажет болады. Кейін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Крем қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа болып шықты. Өзінің қалпын ұстап тұратын крем шықты. Маған бұл крем ұнады. Және де әсемдеп болған соң, біз 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тортымыз пропиткада тұрды, оны кесіп көреміз. Кескен кезде торт өте жұмсақ, қатты емес, кремдері сіңгені көрініп тұр. Алып, міне өздеріңіз көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ. Негізі бұл тортты мен істеуге қорқып жүрген тұғынмын. Жақсы шыға ма, шықпай ма деген. Былайша істеп көргенде өте дәмді шықты. Сүт тығыз деп аталатыны неге екенін білдім. Өте жұмсақ. Тіпті сливкисіз осы
сливкиіңіз болмаса осы кремді қолдансаңыз болады. Менің арнама жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Аида Фудблог. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер.